Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 91-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, алдымен менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басып және комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы құстар туралы не білемін және есімдік. Яғни есімдік қай сөз таптарының орнына жұмсалатынын бүгін біз білетін боламыз және есімдіктерді мәтіннен таба алатын боламыз. Енді балалар 32-ші жаттығуды қарайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Құс емес бір айбарлы, көкек тіптік айдарлы. Ол жыл құсы. Көктемде қар кетіп, жер кепкенде жылы жақтан қайтады, өз атын тек айтады дейді. Енді балалар, осы өлең бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Көкек пен ол сөздері бірдей сұраққа жауап беріп тұрғанына назар аудар және ол қай сөз табының орнына жұмсалып тұр дейді. Бізде қарамен берілген екі сөз бар, көкек және ол. Бұл жерде көкек деген не деген сұраққа жауап береді және ол да не деген сұраққа жауап береді. Және ол сөзі бұл жерде зат есімнің орнына жұмсалып тұр. Енді балалар, ережеге мұқият назар аударып есте сақтайық. Зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөздерді есімдік дейміз. Есімдіктер олар мен, сен, біз, сіз, ол, өзі, бұл, сол, кім, қанша, қайда, ешкім, әркім, ешқашан және әрқайсысы және тағы басқалар. Келесі бізде 33-ші жаттығу. Жаңылтпашты оқып жатқа жаз делінген. Алдымен оқиық. Үйір үйректі, үйірге кім үйретті? Үйір үйректі, үйірге өзім үйреттім дейді. Осы өлең бойынша, яғни жаңылтпаш бойынша есімдіктерді тауып сұрақ қой. Оның қай сөз табымен байланысып тұрғанын айт дейді. Жаңылтпаш бойынша бізде есімдік өзім, яғни кім деген сұраққа жауап береді. Ал байланысып тұрған сөзі өзім үйреттім. Не істедім? Үйреттім. Өзім үйреттім, яғни. Келесі бізде 34-ші жаттығу. Берілген есімдіктермен сөйлемдер құрап айт. Әркім, ешкім, ешқашан және ешқандай деген сөздер берілді. Осы 4 сөзге 4 сөйлем құрайық. Бірінші, әркім сөзіне. Әркім әртүрлі ақыл айтады. Оның дұрысын таңдау қиын. Екінші, бүгін ешкім сабаққа дайындалмапты. Үшінші, еділ ешқашан өтірік айтпауға уәде берді. Төртінші, ешқандай адам мені анамдай түсінбейді. Келесі бізде 35-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Мәтінді мазмұндық жағынан ретке келтіріп жаз дейді. Яғни бізге белгілі бір мәтін берілген, орындары ауыстырылып, соны ретімен дұрыстап жазуымыз керек. Бірінші оқып алайық. Олардың біразын су құстары дейді. Әлемде алуан құстар бар. Себебі олар көбінесе суда өмір сүреді. Су құстары қаз, үйрек, шағала, тағы басқалары. Олардың жүні қауырсыны майлы болады. Сондықтан оларға су жұқпайды, олар суға батпайды. Енді ретке келтіріп жазайық. Алдымен мәтінге ат қояйық. Мәтіннің аты су құстары. Әлемде алуан құстар бар. Олардың біразын су құстары дейді. Себебі олар көбінесе суда өмір сүреді. Су құстары қаз, үйрек, шағала, тағы басқалары. Олар суға батпайды. Олардың жүні қауырсыны майлы болады. Сондықтан оларға су жұқпайды. Осылай ретке келтіріп жазамыз балалар. Келесі бізде 36-ші жаттығу. Түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып, өлеңді көшіріп жаз делінген. Келеді ұшып тырналар, үшкілденіп тізіліп. Қайтқан сайын жылда олар, қараймыз біз қызығып. Яғни бұл жерде біз орнына қойған есімдік олар және біз. Енді осы есімдіктерді тап және олардың жекеше түрін ата дейді. Бұл жерде есімдік бар, олар және біз деген. Олар бұл көпше түрде, жекеше түрде ол болады. Біз бұл жерде көпше түрде беріліп тұр, ол жекеше түрде мен болады. Келесі бізде 37-ші жаттығу. Ребусты шеш дейді. Ребустың шешуіндегі мақалының мәнін топта талқыла, есімдікті тап дейді. Бұл ребустың жауабы балалар өз елің алтын бесігің болады. Енді ребустың шешуіндегі мақалдың мәні бұл әркімнің өз туған жері мен туған елі әрқашанда ыстық және одан артық жер таппайды. Енді бұл мақалдағы есімдік бізде өз есімдігі. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып және лайк басып қойыңыздар балалар. Сау болыңыздар.